Худ пайғамбар туралы сіздер білмеген қызықты оқиғалар. Видеоны соңына дейін көрмей тұрып маған тіркеліп алыңыздар. Мен сіздерге пайғамбарлар туралы қызықты оқиғаларды айтып беретін боламын. Худ пайғамбар Нұх пайғамбардың 8-ші ұрпағы, яғни Нұх пайғамбардан кейінгі Нұх пайғамбардың қауымына ең алғаш пайғамбар Худ пайғамбар болған. Худ пайғамбар Ад деген қауымға түскен. Ад деген қауым өте мықты, ірі денелі және өте тәкаппар адамдар болған. Ол қалай десеңіздер, олардың денелерінің ірілігі және қуаттарының көптігі оларды біз мықтымыз, бәрінен ең ерекшеміз деп айтатын болған. Құдды қазіргі еврейлер ұқсап. Алла тағала олардың тәкаппарлығын көріп, оларға Худ пайғамбарды пайғамбар етіп жібереді. Сонда олардың айтқан сөздері: сен пайғамбар емессің, сен біз сияқты қарапайым адамсың және бізге ешқандай да зиян келтіре алмайсың. Егер сен айтқан Алла бар болса, бізді қалай жазаласа жазаласын, біз оған шыдаймыз деп айтқан. Худ пайғамбардың көптеген жылғы уағыздарынан кейін қауым бәрібір де дінді қабылдамайды, Алланы жоққа шығарып пұттарға сыйынады. Алла тағала ең әуелі оларды 3 жылдық аштықпен сынайды, яғни оларға 3 жыл жаңбыр суы мүлдем жаумайды. Кейіннен егіндері, мал шаруашылықтарының барлығы қырылып кетеді. Ал содан кейін аспаннан алыстан қара бұлт көріне бастайды. Олар қара бұлтты қуанышпен қарсы күтіп алады. Яғни біздің осыдан кейінгі аштығымыз бітті деп ойлайды. Бірақ олай болмайды. Алыстан келе жатқан қара бұлт қатты дауыл, айғай шыңғырықпен олардың жазалары Құранда 7 түн және 8 күн болғандығы туралы айтылады. Осыдан кейін Алла тағала ол қауымды жоқ қылып жібереді. Кейіннен Худ пайғамбар өзі және өзіне иман келтіргендермен бірге қазіргі Йемендегі Хидрамаут деген жерге барып, сол жаққа қоныс аударады. Кейін сол жақта қайтыс болады. Ал Худ пайғамбардың өмірі туралы болса, көптеген риуаяттарда 500 жылға жуық өмір сүрген деп айтылады. Худ пайғамбар туралы Құранның 7 жерінде баяндалады.